Біз қазір Астана қаласындағы Орынбор көшесінде бой көтеріп жатқан 2000 орынға арналған жайлы мектептің құрылыс алаңындамыз. Мердігер Базис Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мұндағы мектептің ерекшелігі сол, жер учаскесі мен мектептің орналасу ерекшелігіне байланысты ол 5 қабатты болады, ал сыйымдылығы 2000 оқушы орнын құрайды. Іште қазір белсенді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соған бір шолу жасайық. Біз қазір оқу сыныптарының біріндеміз. Мұнда инженерлік жүйелер толық тартылған. Төбеге қарайтын болсақ, мұнда болашақта жарық орнатылады. Ал мына жасыл құбыр бұл өрт қауіпсіздігі үшін орнатылған, яғни мектеп 5 қабатты болғандықтан талап осы. Егер өрт қаупі туындаған сәтте бұл жасыл құбырдан су автоматты түрде шашылады. 2000 орынға арналған жайлы мектептердегі спортзалдардың саны 4 болады, оның 2 үлкен, 2 кішкентай. Біз қазір осы үлкен спортзалдардың біріндеміз. Мұнда ішкі жұмыстар белсенді жүргізілуде, артта құрылыс материалдары және мұнда вентиляциялық жүйенің жұмысы толық аяқталған. Ал мына спортзалда ол енді басталып жатыр, әрі терезеден қасбетті қаптау жұмыстарының қалай жүргізіліп жатқанын көруге болады. Біз қазір мектепке дейінгі және бастауыш сынып оқушыларының білім алатын блогындамыз. Ол бөлек орналасқан блог. Мұнда ішкі жұмыстары өте белсенді жүргізілуде. Қазір көріп тұрғандарыңыздай қабырғасы дайын. Бұл кішкентай балаларға арналған ойын бөлмесі. Сондай-ақ мұнда батареялар орнатылған. Және қауіпсіздік шараларына ерекше көңіл бөлінеді. Мәселен, әрбір терезеге осындай құлып орнатылған. Бұл тіпті бірінші қабатта орналассақ та осындай құлыбы бар. Тағы қандай жұмыстар жүргізіледі, алдағы жұмыстар бойынша жоспар қандай, онда ішкі жұмыстарына жауап беретін Архаттан сұрайық. Саламатсыз ба? Жалпы қандай жұмыстар алда күтіп тұр, сол туралы айтып берсеңіз. Бізде осы сыныпта күтіп тұрған жұмыстар ол жаңағы линолеум жабыстырылады, және подвесной потолок деп айтады, осының көзін печенька деп айтылады, соның бәрілерін қойып шығарамыз. Сосын мына жерде витраж қойылады. Витражды қойыламыз. Енді біз осы айдың соңына дейін осы блокты және осы сыныпты бітіреміз. Қазір біз жайлы мектептің акт залындамыз. Осындағы жұмыстарға бір шолу жасайық және қандай жұмыстар жасалып жатыр, қазір сұраймыз. Аға, саламатсыз ба? Іске сәт? Жалпы қандай жұмыс жүргізіліп жатыр? Сіз мұнда қашаннан бері жұмыс істейсіз, сол туралы айтып берсеңіз. Мен өзім мамандығым плотник қой, қазақша ағаш шебер дейді ғой. Негізі осыдан кейін чистовой біткеннен кейін қауралым төсейміз, паркет саламыз, есік қоямыз. Мен өзім негізі есікпен айналысам тоже. Актовый залды толық бітіріп кетесіз ғой? Я полный. Қазір мына жерде плотник жұмыс біткеннен кейін отделочный жұмыстар басталады ғой. Отделкасы біткеннен кейін біз уже завершая стадия, біздікі қауралам. Біз бітіріп шығамыз.